Қайырлы кеш баршаңызға, құрметті тосмастерлер, қонақтар. Бүгін менің жобам бойынша мен конфликтті шешуді түсініп, ол туралы тосмастер сайтында білім алдым, видео көрдім, және де бүгінгі осы жоба арқылы мен сіздердің алдарыңызда 5-7 минуттық бір спич ұсынуым керек. Ал бастаймын. Менің атым Бибізада, мен 4 баланың анасымын. Қалай ойлайсыздар? Мен күнделікті конфликтпен қаншалықты жиі кездесемін? Өте көп. Араларыңызда көп балалы отбасында өскен адамдар бар ма? Сіздер мені түсінесіздер деп ойлаймын. Сонымен біздің үйде балалар әр түрлі күнделікті ұсақ-түйек нәрселерге әйтеуір жанжал шығарып отырады. Олар кішкентай кездерінде ойыншыққа таласып қалатын, немесе пультке таласып қалатын. Ал қазір үлкендері менің бойымнан ұзын, және кішкентайлары өтпелі кезеңге бастап келе жатыр. Көзімізбен былай уже сөйлесіп тұрамыз. Олар да күнделікті жанжал шығарып тұрады. Айгүл ханым, сіз мені түсінесіз, наверное. Неге сен маған олай қарайсың? Дейді. Неге мен қарамаймын саған олай? Маған олай қарап жатыр деп айтып жатады. Немесе келеді да, бұл зат неге менің төсегімде тұр? Лақтырып жібереді. Сосын, неге менің затымды лақтырдың? Ол менің төсегімде тұрды деп, әйтеуір бір кез келген ұсақ-түйек нәрседен жанжал шығып жатады. Мен осы тәжірибем арқылы сіздерге сол конфликттерді шешу әдісін бөліскім келді. Себебі балалар арасындағы жанжалды шеше алатын адам кез келген жанжалды шешеді деп ойлаймын. Сондағы менің лайфхактарым. Ең бірінші, кез келген жанжалдың өзінің бір себебі болады. Сол себепті түсіну үшін жанжалдың әр тарапына өзінің ойын ашық айтуға мүмкіндік беру керек. Мысалы, бірде менің ұлым мен қызым кішкентай екеуі дауыстар шығып төбелесіп қалды. Біз жолдасымыз екеуміз оларға жанына келдік те айттық: Мариям, не болды? Сен айттың. Ол қызым менің әр бір деталіне дейін, бүге-шүгесіне қалай басталды, қалай бітті, бәрін айтты. Біз тыңдап тұрмыз. Одан кейін: Абдрахман, енді сен айт. Не болды бұл жерде? Ол өз позициясымен бүкіл оқиғаны басынан аяғына дейін айтып бастады, бірақ соңына дейін айта алмады, себебі екеуі күліп достасып кетті. Яғни, бұл сіз егерде тараптардың әрқайсысына сөйлеуге мүмкіндік берсеңіз, жанжал сол жерде кейде шешіліп жатады. Екіншісі, сабырлық сақтау өте маңызды. Әсіресе балаларда эмоцияларын олар басқара алмайды. Олар айғайлап кетуі мүмкін. Егерде сіз де дауыс көтеріп айғайласаңыз, ол жерде жанжал ушығып кетеді. Сол себепті олар дауыстарын көтеріп жатса, мен керісінше дауысымды төмен түсіремін. Не болды? Мен саған көмек бере аламын ба деймін. Шынымен солай айтамын. Сосын олар кейде болады, ол жұмысқа жарамайды. Бұл әдіс қатты айқайлап жатса, жай барып құшақтап тұрамын. Сосын ғана сөйлей бастаймын. Оны тыңдай бастаймын. Демек, екінші, сабыр сақтау өте маңызды. Одан кейінгі менің қолданатын лайфхакым, ол балалардың өздеріне сол конфликтті шешуге жол беру. Мысалы, олардың өздеріне ымыраға келіп, өздеріне келісімге жасауға мүмкіндік беру.
бірде екі жаңағы балаларым бір пультке таласып қалды. Ол өзінің мультфильмін көргісі келеді, екіншісі өзінің мультфильмін көргісі келеді. Сосын мен пультті алдым да, ал бірінші келісіп алайық, не істейміз, кім көру керек дедім. Екеуі ойланды да, тас, қайшы, қағазды сол арқылы шешейік деді. Сөйтіп екеуі шешті. Кейде ол да жұмыс істемеуі мүмкін. Ол кезде соңына дейін тұрамыз. Екеуі бірге келісу керек. Солай сабыр сақтап мен тұрамын. Ең төртіншісі ол әділетті болу. Балалар, олар әділетсіздікке өте сезімтал келеді. Мысалы, мен егерде біреуін жақтап, біреуін кінәлап жатсам, ол жанжал еш уақытта шешілмейді және үнемі қайталана беретінін мен байқадым. Сол себепті де үнемі әділетті болуға тырысамын. Өзімнің сөзімді қорытындылай келе, егерде сіздер осы тараптарға сөйлеуге мүмкіндік берсеңіздер, екіншісі сабырлы болсаңыздар, үшіншісі де әділетті болсаңыздар, кез келген жанжал бейбіт түрде шешетініне сенімдімін. Бейбіт үйде береке де болады, мереке де болады. Рахмет.